мына жерде қиылысу сызығынан мына жерде шеңбер пайда болады, иә, мына кішкентай шеңбер, иә? Мынандай шеңбер пайда болады. Осы шеңбердің ұзындығын сұрап тұр. Шеңбердің ұзындығын сұрайтын болса, біз мына радиусын да көріппіз. Мынау CV дегеніміз радиус болады. Так, бізде берілгені біреуісінің радиусы үлкенікі 29, кішісінікі 25. Және централын арақаштығы, яғни мына жер 36. Яғни үшбұрыштың үш қабырғасы берілген. Үш қабырғасы бойынша ауданын тауып, биіктікті керісінше таба саламын мен. Яғни периметр тең болады 29, қосылған 25, қосылған 36, бөлінген 2. Бұл бізде 45 шығады. Енді мынау O1 үшбұрыштың ауданын тапсақ, S үшбұрыш, O1 тапсақ, түбір астында 45, көбейту 45 минус 16 болады, 9 болады, және 20 болады. Осының бәрін көбейтсек, бізде 360 шығады екен. Енді үшбұрыштың ауданы бойынша керісінше VC деген мына жер биіктік, яғни сол қиылысу сызығындағы радиус, соны табамын. Яғни 2-ден 1, көбейтілген табаны бізде 36, көбейтілген R дей салайын, R қима, тең 360. Оштен R қиманы табатын болсақ, бізде шығады 20 шығады. Енді қиылысу сызығы шеңбер болғандықтан, шеңбердің ұзындығын таба алсам, S тең 2πr, сондай 2π көбейтілген 20, ол бізде 40π шығады. Нүктеден жазыққа шейін қашықтық табу үшін, нүктеден жазыққа шейін қашықтық табудың формуласын пайдаландым. Яғни мен координаталар жазықтығына апарып салдым. Енді координаталарын жазамын. 4 болады. Бітті. Енді мен AHC жазықтығында жатқан AHC жазықтығының теңдеуін жазып аламын. Яғни менде аның координатасы. Мен осы үшеу арқылы жатқан жазықтың теңдеуін жаздым. Жазықтың теңдеуін. Енді екі түрлі жазуға болады, мен өзім немен жазып салдым. Осы жазықта жатқан қандай бір X нүктесі болсын деп ойлаймыз. X-дің координатасы X, Y, Z болсын деп ойлай саламыз. Енді мына векторлардың координатасын жазамын. AX, AH, AC. Осы үш вектордың координатасын анықтауышқа жазамын. AX дегеніміз X, Y, Z болады. Өйткені X-тан 0 алсақ та X. AH дегеніміз 0, 4, 4 болады, е? 0, 4, 4 болады. Мына жерге нүктелі тіркері жоқ. AC дегеніміз 4, 4, 0 болады. Енді осы жазықтың теңдеуін жазғанда, мысалы бірінші X табу үшін мен X тұрған жолмен бағаны сызып Мысалы, X табу үшін X тұрған жолмен бағаны сызып Сонда менде болады X көбейту, мұна екілік анықтаушы есеп саламын. Мына екеуін көбейтсем 0, мына екеуін көбейтсем 16. 0 минус 16, минус 16 болады, е? Y-тің алды барлық уақытта минус болады. Жазықтың теңдеуін жазған кезде. Минус Y-ті аламын. Y-ті алу үшін мен Y тұрған жолмен бағаны сызып сонда менде мына төртеу оғат 0 көбейту 0, 0 болады, минус 16, сонда плюс 16 болады. И плюс Z көбейту, Z тұрған жолмен бағаны сызып мына төртеу оғат, мына екеу 0, көбейтілген тағы да минус 16 болады. Тең 0 болады. Бәрі минус 16-ға бөліп жүрсем, сонда X минус Y плюс Z тең 0 болады. Мұны менде AHC арқылы өткен жазықтықтың теңдеуін жазып шықтым. Енді менде тапсырма болды. F нүктесінен осы жазықтыққа шейін қашықтық табу. F-тің координатасын жазып салайын. F-тікі менде 4, 0, 4. Енді нүктеден жазықтыққа шейінгі қашықтықтың формасы алсам, яғни d-тен модуль астында AX 0 плюс VY 0 плюс CZ 0 плюс D бөлінген түбір астында A квадрат плюс B квадрат плюс C квадрат. Яғни координатасы 1, 1 көбейту 4, наныкі минус 1, минус 1 көбейту 0 плюс 1 көбейту 4. И плюс D-сы жоқ, ол 0 болады. Бөлінген түбір астында
x-тің де y-тің де z-тің алды коэффициенттері минус плюс минус 1 болғандықтан квадраттарын қосса 3 болсады, иә? 1-дің квадраты плюс минус 1-дің квадраты плюс 1-дің квадраты болсады. Сонда бұл бізде болады, так, 4, 4-ке 4 болса 8. 8 бөлінген түбір асты 3. Ол 8 түбір асты 3 бөлінген 3 болатының жауабы осы болады. 0 мен пи бөлінген 2-ның арасында болған кезде осы екеуімен шектелген фигураның ой үстесінен айналдырған кезде шыққан көлемін табу, иә? Яғни біз бұның графигін сызбайық бірінші. Енді y-тен 2 бөлінген пи деген, 2 бөлінген пи x деген ол бізде y-тен kx түріндегі түзу. Бір төбесі міндетті 0-дан 0 арқылы өтеді. Екіншісі пи бөлінген 2 берсек 1 болады. Мынау арқылы өтеді. Сонда осындай түзу шығады, иә? Мынау y-тен 2 бөлінген пи x-тікі. Сонда бізде шыққан фигура мынау шығады ғой. Я, осыны ой үстен айналдырған кезде шыққан фигураның көлемін табудың формасы v тең пи интеграл адан v-ға шейін y квадрат dx, иә, формуласы. Бірақ біздің жағдайымызда ол бір емес 2 фигура болып тұрғандықтан біз екеуісін арасынан табу үшін не істейміз? Үстінен астын азайтамыз бар уақытта. Яғни бізде болады сонда пи шекарамыз 0-дан пи бөлінген 2-ге шейін болады. Азайтқан кезде үстінен бірінші, квадрат болғандықтан үстін бірінші квадрат аламыз. Үсті бізде осы қиылысқан жердегі үстіне қараймыз. Қиылысқан жердегі үсті синус x болады. Яғни синус квадрат x минус асты бізде түзу. 2 бөлінген пи x-тің квадраты dx болады. Осы интегралдың мәнін тапсақ, бізде айналу денесінің көлемі шығады. Яғни бұл дегеніміз тең пи синус квадраттың алғашқысын табу үшін 0-дан пи бөлінген 2-ге шейін. Синус квадраттың алғашқысын табу үшін 1 минус косинус 2х бөлінген 2 деп дәрежесін төмендетіп алам. dx минус пи шекара 0-дан пи бөлінген 2-ге шейін. Мынаның квадратты берсем 4 бөлінген пи квадрат x квадрат dx болады. Енді әрқайсысын жеке-жеке таба берем. Тең Мына 2-ні алдынан шығаржайын. Сонда пи бөлінген 2 болады. Жақсы ашылған. 1-дің алғашқысы x болады. Минус косинус 2х-ның алғашқысы 2-ден 1 синус 2х болады. Шекара 0-ден пи бөлінген 2-ге дейін. Минус. Мынау тұрақты сан болғандықтан тоже алдынан шығаржайым. Сонда пи көбейтілген 4 бөлінген пи квадрат. Көбейту x квадраттың алғашқысы x куб бөлінген 3 болады. Шекара 0-дан пи бөлінген 2-ге дейін. Енді орнына қоя салайық. Пи бөлінген 2 көбейту, мына жерге пи бөлінген қойсақ, пи бөлінген 2 минус 2-ден 1 көбейту синус 2 көбейту пи бөлінген 2 ол пи болады. И минус 0-ды қойсақ 2-де 0 болып кетеді. Минус 2-ші интегралдың мәні, так, мына жерде қысқарып тастайық. Пи квадрат пен пи қысқарып кетсін. Сонда 4 бөлінген 3 пи. Еще көбейтудің үші бар. X куб, пи 4 бөлінген 3 пи дұрыс. Пи квадраттың кубы. Пи куб бөлінген 8 болады, дұрыс па? Тең. Так, мынау синус пи дегеніміз 0 болады, сонда мына 2 оған ағады. Бұл пи квадрат бөлінген 4 болады. Минус. Мына жерде пи мен куб қысқаратта квадраты қалады. 4 пен 8 қысқарат 2 қалады. Сонда пи квадрат бөлінген 6 қалады. Енді екеуінің ортақ бөлімі 12 болғандықтан аған 3-тен аған 2-ден берсем, сонда пи квадрат бөлінген 12 болады екен. Асы қыран арқылы өтетін болса, мен асы векторын жазып алдым. Асы вектор бізде болады минус 1-де минус 3, 0, және v-ді қыры. V-ді қыры болады 1, минус 2. Енді тағы анықтаушы құрастырдым. X, Y, Z. Одан кейін атысын жаздым. Минус 1,
минус 3, 0, 1, минус 2, 0. Тура бағанды есептесем, x тұрған жолда қысылсам мына 2 болады, көбейтсем 0. Мына жер 3 болады, е? Мына жер неғып 0 болып кетіп түсінбей тұрмын ғой. Так, сонда болады. Мынаны сызып тастасақ, мына жер қалады, е? Мына 2 минус 9, мына 2 0 болып кетеді, көбейтілген x. Минус, мына 2-ні сызып тастасақ, минус 3, сонда плюс 3 болып кетеді, е? Плюс 3 y. И мына 2-ні сызып тастасам, мына 2 2 плюс 5 болып кетеді ме? 5 z тең 0 болады. Маған бұның координаталары керек, векторлардың, нормаль векторлардың координатасы керек. Жазықтың нормаль векторын, сонда оның координатасы минус 9, 3, 5 болады, е? Енді осы арқылы өткен жазықтың, А арқылы өтетін, А нүктесі арқылы өтетін жазықтың теңдеуін жасасам, сонда минус 9, көбейту x минус 2, қосылған 3, көбейтілген y плюс 3, қосылған 5, көбейтілген z плюс 1 болады, е? Тең 0. Міне осы жазықтың теңдеуі болады. Осыны ашып ықшамдасақ, бізде былай шығасылады екен, 9x минус 3y минус 5z минус 32 тең 0. Міне бізде іздеген жазықтың теңдеуі осы болады екен. Бастапқы m тақ натурал сандарының қосындысы, бастапқы n натурал жұп сандарының қосындысынан 212 көп болатындай барлық m-мен натурал сандар жұбын тағыңыз дейді. Яғни m дегеніміз бізде тақ сандардікі, бастапқы n тақ сандардікі, n дегеніміз бастапқы жұп сандардікі. Енді бастапқы дегенде былай ғой деген сөз ғой. 1, қосылған 3, қосылған 5, қосылған тағы сол сияқты, қосылған 2m минус 1 деген сөз ғой, е? Бұлардың қосындысы біз білеміз m квадратқа тең, е? Тура сол сияқты 2, қосылған 4, қосылған 6, қосылған тағы сол сияқты, қосылған 2n. Бұлардың қосындысы n квадрат қосылған n-ге тең. Енді осы екеуінің айырмасы, енді надан 212 артық болады деген сөз, айырмасы 212 деген сөз ғой. Яғни m квадрат минус n квадрат қосылған n тең 212 деген сөз ғой. Енді осыны стандартты жазсақ, n-ға байланысты теңдеу шешсек, мынау былай болады екен, n квадрат қосылған n минус m квадрат қосылған 212 тең 0-ге. Енді осыны n-ға байланысты шешейік. n-ға байланысты шешсек, бізде n-міз былай болады екен, n тең минус 1 плюс минус дискриминант тауып. Понятно, е? Мынаның алды коэффициент 1-ді v деп, мынаны c деп ескерсек, былай шығар екен. Плюс минус түбір астында 1 плюс 4 көбейтілген m квадрат минус 212 бөлінген 2, е, кажется? Е, 2. Немесе ол тең минус 1 плюс минус түбір астында 4m квадрат. Мұна екеуін көбейтіп, бірді қосып жіберсек, бізде 847 шығады екен. Минус 847 бөлінген 2. Не болып екен түсінікті ғой, әріптестер. Енді бізде мына енді түсінікті, что екеуі жұптақ сан болғандықтан, бұлардың бәрі натурал сандар. Натурал сан болғандықтан, мына жерден түбір астынан бір санның квадрат шығу керек. Яғни 4m квадрат минус 847 деген санымыз бір k квадратқа тең болу керек. Е? K квадратқа тең болу керек. Ендеше осыны түрлендіретін болсақ, k квадраты бері алып кеп 847 алып баратын болсақ, былай болады екен ғой. 4m квадрат азайтылған k квадрат тең 847. Немесе мынаны көбейтіп десек, 2m азайтылған k, 2m қосылған k тең 847 дегеніміз бізде насандардың көбейтіндісі екен. 1 көбейту 847 немесе 7 көбейту 121 немесе 11 көбейту 77. Міне осы сандардың көбейтісі болып жатқан. Енді бізде 2m минус k, 2m плюс k-дан кіші болғандықтан,
Мысалы 2m минус k тең 1 болатын болса, 2m минус k тең 1 болатын болса, онда 2m қосылған k тең 847. Иә? 847. Бірінші жағдай. Екінші жағдай. 2m минус k тең 7 болатын болса, 2m қосылған k тең 121. Үшінші жағдай. 2m азайтылған k тең 11 болатын болса, 2m қосылған k тең 77 шығады екен. Енді мынаны шешу болып қоса сақ бітті, m-дер ап шығады, иә? Осылар шешсек, бізде мынандай жүйелер шығады екен. Бірінші m тең, енді қайсынан шығады мен ұмытып қалдым. m тең 212, осы бірінші жағдайдан қойдым. k тең 423, иә? 23, екінші жағдайдан шығады. m тең 32, n тең, кешірім сұраймын, k тең 57. Мынаны қайдан шығып жатқан түсінікті ғой, әріптестер. Мынаны шешу жеңіл ғой, қосып саламыз. Үшінші жағдай m тең 22, k тең 33. Мынау тура жағдайдан шығады деп тұрған, мен үш жағдайдан шыққан айтып тұрмын да. Иә, осыларды шығарсақ, бізде енді m мен k-ны орнына қойып n таба саламыз, болды. Сонда бізде былай шығады екен. m тең 212 болатын болса, мына жерден шығады n тең 211. m тең 32 болатын болса, n тең 28. m тең 22 болатын болса, n тең 16 шығады екен. Сонда жауаптары. Алдымен жауаптарын m және n деп жазатын болсақ, бізде жауаптар былай шығады екен. 212-де 211, 32-де 28, және 22-де 16 осылай шығады екен m-нен жауаптар. Осы жағдай. Осы жағдай толық шығандарыңыз, толық бал алдыңыздар. Енді жайсан бол үшін, осы екі көбейткіш жеке-жеке не бірге, не минус бірге тең бірге, болды, басқа жағдай жоқ. Сонда жеке-жеке бірге минус бірге теңесек, бірінші жағдай. А минус 3-ті бірге теңесек, А тең 4 шығады. Енді орнына кеп 4-ті қойсақ, мына екеуін көбейтсек, не болады? Көбейтінісі минус болып қалады, иә? Бұл теріс сан, яғни бұл бізде жарамсыз. Жарамсызды бүйтіп қояйық. Екінші жағдай. А минус 3-ті минус 1-ге теңессек, бізде А шығады, 2 шығады. А-ның орнына 2 қоятын болсақ, А минус 3 көбейткен А минус 7-міз бізде 5 болады екен. Бұл бізде жарамды. Жарамдыны бүйтіп қояйық. Үшінші жағдай. А минус 7-міз 1 болатын болса, бізде А тең 8 шығады. А-ның орнына 8 қоятын болсақ, ана көбейтінді 5 болады. Ол оңсам бізде жарамды. Төртінші жағдай. А минус 7-ні минус 1-ге теңессек, бізде А6 шығады, е? А6 шығады. 6-ны орнына қойсақ, мына 2 көбейтінді бізде минус 3 шығады екен. Ол теріс сан, ол бізде жарамсыз. Сонда бізде жағдай мына 2-ге шығады екен, яғни жауаптары А тең 2, А тең 2 және А тең 8 2 жағдай шығады екен. Жеңіл есеп, е? Шын мәнінде мына жерде сәл қате кетіп қалған. Егер де біз А-ның орнына 1, В-ның орнына 1, С-ның орнына 2 алатын болсақ, мынау тең болып қалады. Иә? Сондықтан мына жерде кіші неместен жазып кетіппіз, кішілеп жазып кетіппіз. Сол жерден кішкене кемшілік кетті. Егер де кімде-кім 1 1 2 деп 2 болған кезде теңсіздік орын алмай қалады, тең болып кетеді деп жазғандарға біз сұрас толық бал қойып салдық. Соның қатесін түсінді деп. Ол үшін мынандай айнымалы енгізіп алдық. А минус 1-ді x дейік, В минус 1-ді y дейік, С минус 1-ді z дейік. Не үшін үйттік? Мынаның бәрінен 1-ді алып тастап, x плюс y плюс z-тің 3-ке теңес екенін табу үшін. Бірге тең екенін табу үшін. X қосылған y, қосылған z, тең 1 екенін жазу үшін. Түсінікті, е? Мынаны 4-ті 1 жасау үшін
әрқайсысын үш алып бірге теңесіп салдық. Енді онда мына қосындысы 1 болатын болса, бүйтіп жасауға болады ғой. 2-ден 1-ді x қосылған y қосылған z бөлінген x қосылған y қосылған z қосылған 1 деп 2-ден 1 болса өрнектеп алсақ болады, иә? Соны әрқайсысын жеке-жеке бөліп жіберсек, x бөлінген x қосылған y қосылған z қосылған 1 плюс тура солай y қосылған x плюс y плюс z плюс 1 плюс z бөлінген x плюс y плюс z плюс 1 деп өрнектеп алуға болады. Әрқайсысын жеке-жеке бөліп. Не үшін бұлай жасадық? Бұл бізде мынау кіші болады. Мына бөлшек қандай бөлшектен кіші болады? Егер біз мына бөлшектің бөлімін кішейтсек, бөлшек үлкейіп кетеді. Келісесіздер ғой? Бөлімін үлкейтсек, бөлшек наоборот кішірейіп қалады. Мен аламын бөлімін кішейте саламын былай. Мынау бізде кіші болады мынадан. X қосылған x плюс 1-ден плюс y қосылған y плюс 1-ден плюс z бөлінген z плюс 1-ден кіші болады. Мысалы, мен y пен z-тің қосындысын алып тастадым, яғни бөлім кішейттім. Ал мынау дегеніміз тең болады. Енді өрнекте білесіз ғой, плюс 1-ді қосып қайтадан алып тастап, сонда бұл бізге тең болады. 1 минус 1 бөлінген x плюс 1-ден плюс 1 минус 1 бөлінген y плюс 1-ден плюс 1 минус 1 бөлінген z плюс 1-ден болады. Яғни бұл дегеніміз z тең болады. 3 минус 1 бөлінген a плюс 1 бөлінген v плюс 1 бөлінген c-дан болады. Яғни қайтадан кішійтіп жазып алсам, сол жағы бізде 2-ден 1 болды. 2-ден 1 кіші 3 минус 1 бөлінген a плюс 1 бөлінген v плюс 1 бөлінген c-дан болады. Кіші шешімсем кіші болмайды, кіші немес тең болады. Тең болатын жағдай бар. Кіші немес тең болады. Бұл енді үштен өрнектесем, үш тарға лақтырып, екі жағын минус 1-ге өтсем, теңіз кері өзгереді. Сонда 1 бөлінген a қосылған 1 бөлінген v қосылған 1 бөлінген c. Тек кіші немесе тең 2,5-тен болады. 0,5 алып тастап 2,5 шығады. Төртінші есептің берілгені бізде былай болатын. А дорбада 37 ақпен, А дорбасында 37 ақ және 30 қара доп бар. В дорбасында 60 қара. Сен әр рет А доптардан 2 допты сыртқа шығарады. Егер екеуінің доптарын бірдей болатын болса, В дорбадан бір қара допты аға салады. Яғни мына жерде ақ шықса, ақ шығатын болса, А дорбасына плюс бір қара болады. Келесіздер ғой? Қара болса да плюс бір қара салады, А дорбасына. Ал егер алынған екі доп әр түрлі түсті болса, яғни ақ қара болатын болса, ақ және қара болатын болса, онда ол ақ допты қайтадан А дорбаға салады. Яғни А дорбаға плюс бір ақ қайтадан салады. Осылайша 65 рет алғаннан кейін, А дорбада неше доп қалды және олардың түстері қандай дейді? А дорбада неше доп қалды және түстері қандай дейді? Бұл жерде біз мынандай нәрсені түсіну керекпіз. Бұл инвариантный есептері. Инвариантный есептерін шығарған кезде жұптақпен шығарамыз. Сен әр ретте 2 допты алып тастайды. И бір доп қайтадан салады. Осы жерде түсінікті ғой, ақ болсын, ақ қара болсын, по-любому бір доп салады ақ дорбаға. Яғни А дорбадағы доптың саны тек қана бірге азайып отырады. Каждый операция бірге азаяды. Осылай 65 рет алған кезде, бірге азаяды. 65 рет салған кезде 2 доп қалады. 67 минус 65 2 доп қалады дорбада. Енді осы доптардың түсін анықтайық. Ақ доптардың санын азырайықшы. Бастапқыда А дорбада ақ доп, А дорбасында ақ доп 37 болды. Тақсан, 37 дегеніміз тақсан бізде. Әр әрекет қайық. 2 доптың түсі бірдей болатын болса, 2 ақ алады да орнына бір қара салынады. Яғни ақтың саны 2-ге келмейді. 2 қара болса да
орнына қайтадан бір ақ салады. То есть ақтың саны өзгермейді. Енді әртүрлі болып қалса, әртүрлі болып қалса, бір ақ, мына бірінші жағдай түсінікті ғой, иә? Бір ақ плюс бір қараны алып тастайды да, осыны алып тастайды да, қайтадан плюс бір ақты қосады. Яғни ақтың саны өзгермейді. Келісесіздер, иә? Енді ақ топтардың саны получается всегда тақ болады деген сөз ғой. Өйткені басында тақ болды ғой. Всегда тақ болады. Яғни 37, 35. В конце А дробада біз бағана айттық, екі топ қалады дедік. Екі топ қалатын болса, онда ақтың саны бәр уақытта тақ болу керек. Енше екі ақ қалу мүмкін емес. Екі қара қалу мүмкін емес. Енше жауабы иә, бір ақ, бір қара болады, дұрыс айтасыз. Бір ақ және бір қара болады. Бұл жұптақтықтың есебі ғой. А в С квадрат берілген. Осының ұштарымен беттеспейтін М және N нүктелер алынған. Яғни М, мына жерден М нүктесі алынған, айталық. Мына жерден N нүктесі алынған. И жай ғана алынбаған. Mn тең M'ді болатындай алынған. Мына екеуі тең болатындай алынған. Так, Mn тең M'ді болғандықтан, мына екеуі тең болғандықтан, мына табандағы бұрыштар тең болады ғой. Келісесіздер ғой? Табандағы бұрыштар тең болады. Яғни M'ді N мен Mn'ді тең болады. Допустим, осыны X деп алайық. Мынау X болсын, онда мынау да X. Біз осы X табу керекпіз ғой. Ады M, Y болсын. Аны Y деп алайық. АВ М да Y болды онда. Так, МВ тең Мді болды онда, иә? МВ мынау тең Мді болады. Мына екеуі де тең болады. Бұрыш АМВ-ны табайық енді. АМВ деген бұрыш. Так, мына бұрыш менде 90. Енше мынау 45. Енше мына бұрышым тең болады. Бұрыш АМВ дегеніміз тең болады. Мына жағда 45 қой. 180 минус 45 плюс Y болады, е? Келісесіздер ғой? Бұл дегеніміз 135 минус Y болады. Мына бұрыш жазбай қойын. Так, 135 минус Y болады. Онда бұрыш МВН. МВН. Мына жағы. Мына бұрышымыз болады. 90 минус Y болады ма? Бұны мен басқаша бір жеңіл шығарып едім, мына жерге қиын тәсілін жазып тастапты. Тең 90 минус Y болады. Так, ол MN-ға тең. Мына екеуі тең ғой. Еще мына екеуі тең, еще мынау да тең болады. Мына екеуі де тең болады. 90 минус Y болады. Мынау да 90 минус Y. Мынау да 90 минус Y. Енше мына бұрышты нүкте керек қой. NDC-ны. NDC. Енді оштен бұрыш NDC-ны өрнектейік. NDC деген бізде мына бұрыш. Так, бұл бұрыш бізде тең болады. 90 минус X плюс Y, е? Мына бұрышымыз. Бұрыш DNC-мыз тең болады. Ойнан 9-да қойып, 90 ғыны. Так, мынау дегеніміз тең болады. Мынау қиюшы болғандықтан, мына бұрыш X плюс Y болса, мынау да X плюс Y қой. Мына екеуі айқыш бұрыштар ғой. Е? Так, енді бұрыш MNV қосылған бұрыш DNM қосылған бұрыш DNC. Осыларды қосыппын. Бұлар неге тең? Так, MNV деген қайсы бізде? MNV. Ана шүйесін қосымыз ғой. Осы шүйесін қосымызын таба сапқам ғой. 90 минус Y плюс X плюс X плюс Y. Осы тең 180 ғой. Е? Мына шүйенің қосын 180 ғой енді. Осы жерден Y пен Y жойылады. 2X тең 90. Бұдан шығады X тең 45 шығады. Бұл жауап осы 45 болады.